Meni Алматыға келгенде біз сіздерді таба алмай қалдық. Әйтпесе қонақ қыламыз деп мен өмірім жатау жалған жамалым болды. Жүрсем де тарихым өтілмеген. Мен қазақпын, боздатқан бозынгенін, боздап жүріп өмірді сезінгенмін. Көктемгі оралымға бір келтірмей, салтым өшіп күзілден безінгенмін. Мен қазақпын, боз жауған кірпігінен, ауыр келген бір күнімнен, ел басқарған түлегім құршын кетіп, азасымды байырылған күлгенмен. Біз осындай қазақтың жұпарымыз ғой. Мен қандай терменен ақиқаттың ас суына шөлдеген, жаным берген, арым бірақ бермеген қасқыр текті қазақпыз. күндіз күні бір күн бай деп бала кезде шапқылап, бұлар едім өзіңе айналайын ақсап. Сенің келіп жағыңнан анам талай суалған, елің келіп жағыңнан атамат суарған деп. Ал енді сен жалғастың. Жоқ, мен айттым енді. Мына кәдімгі, мен таныстырайын. Зейін Шашкин бар ғой, атақтың жазып, соның ұрпағым. Қазағым дархан жерім, қайырға шығат, шыдаған қайран елім. Шет жерде күтсем де, қазағым күтсем де. Не көрмеді дейсің де, қазағым, көзіне Күтпеген жерден дейін. Мен бар жердің несібесім болайып. Мен бар жерге әрқашанда күткенмен деп. Шығыс қазаның сұрайым, аспанда күткесін. Мен рамын барлайтығын төбеден. Сондай ем ғой, әлім сақты көнеден. Мен алысам топырақ боп түнеріп, қуанғанда. Аспан болып көгірім, мәңгі аспанымыз ашық болсын. Әрқашан мен. Деңіз, қазақ болайық. Қазақ болайық. Бар ма? Бітірдіңдер ме бірде? Кім жоқ сенке? Жеп қойды бәрін. Ол да дұрыс. Тамақтан ұялмайды деп, халық бәрін жиналып. Жеңе шай деп айтып береді. Не? Жеті адам болып кетелерге бардық. Дәстүрлі жерден атады. Қазір 3 садақ болады. Сол құдай мен былай айтамын дейді, мен федерация облыста жасаймын. Өзім сөйлесіп көремін. Мен айтайын деген достарым. Сіз секілді азамат келгенде риза болып жатыр. Соны айтайын деп отырмын. Мәселе менде емес. Мәселе халықтың ниетінде. Мәселе сода болып тұр. Қолдайтын адам істейміз. Халық қолдаса біз орындаймыз. Халық қолдаса біз орындаймыз. Солай болсын. Ал енді кім қайда? Күйші қайда? Мен даусым келмейді. Өзің айтып аласың ба? Компитін жеңеше айтып. Айта беріңіз, мектауыз көмек дейміз. Мен жалғастырып айтып берейін. Жалғастырып. Керемет.
жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Томпидым жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Үйде! Біздің ауыл сұрасаң, бел тұрғандай болсын ағаш маясам, жел тұрғандай жеңе шай. Басқа ауылдың салқамын мен ұрламын ой. Талшықтай бұралып, сен тұрғандай ай жеңе шай. Томпидым жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Томпидым жеңе шай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңе шай. Ай, қарайсың жігіттер, Қолдан жасаттырдым заказды. Ағылы қайраған жоқ. Тас. Сіңірекісі. Мынауымыз міне көп азаматтар білмейді. Бұл мал сойғанда несен бе қан шығаратын ба? Жоқ. Арқан шешеді. Арқан шешеді. Қазақша сенсурге байлап қалғанда ұқтым былай. Кесіп тастаған екен тарих бойынша. Себебі садақпен атпасын деп. Біз ғана атуымыз соғыстың жортын. Біздегі олар былай ататын, өзіңіз көрсетіп. Біздікі мысалы басқаша ұстайды. Жаңа өзім көріп отырмын. Біздің садақшылардың жортан келісқанда неге былай істеген? Мен әлі садақ аталамын дегенде, ол кезде қиынға түсқандардың саусақтарын кесіп отырған екен. Ең мергендерді жауынгер болмасын, атпа садақ деген ниетпен ғой. Енді қазір тыныш заман, бұл әдемі спорт түрі, бұл халықаралық дәрежеде өте керемет жарыстар ұйымдастырылып жатқан әсерлі спорт. Біздің дистанция қазір енді 5 метрден атпадыңыз, негізі 30 метрден басталады. 30, 60, 70. Жаңағы әдемі киіммен, ұлттық киім әртүрлі елдерден келеді. Әр ел аяғынан бастап басына дейін ұлттық киім киеді. Жаңағы қаз-қатар тұрып атқан кезде оқтың зуылдап ұшып тигені ол бір әдемі көрініс, әдемі жарыс. Салмағы қанша? Әртүрлі болады. 2 граммнан 30 граммға дейін. Мынау 40 мысалы. 40-та алмағы. Мына 40-та. Жоқ, салмағы тартылғышына байланысты. Қауіпсіздік жағынан дейінді мынау не дейінді, мынау садақпен шұғылданатын бұлар учетқа тұру керек. Жоқ, бізде аккредиттелген федерация арқылы дейді. Федерация болмаса рұқсат жоқ. Өте қауіпті мынау. Өте қауіпті, иә. Сондықтан аккредиттелген жаттықтырушы, арнайы жабдықталған залда ғана біз балаларды үйретеміз. Мен міне федерацияны аштым, ал уже 3 жыл болды балалар жаттықтырамын, чемпионаттарға апарамын. Жаңа ғана біз сөйлестік, ұлттық спорт тек қана емес, бұның несі дәстүрді деп айтып, бұны былай кішкене кеңдетіп ойлатсақ, бүгін біздің өміріміз ғой. Елдің сол көне заманнан келе жатқан салт дәстүріміз, дұрыс айтып отырсың. Және осымен күн көргенбіз. Осы күндегі осы жерде ойлап отырмыз, бір орталықты Боданбай жақтан ашсақ, сонда келесі жылына өзіңіз айтып отырсыз ғой, өзіңіз айтып отырсыз мынау туралы, садақ туралы. Келесі жыл ұйымдастырамыз, үлкен осы біріккен турнир болу керек. Мен деймді, жалғыз мысалы садақ жәнемесе деймді, ана кімді бүркіт таңды өткізу ол ойлап отырмын, дұрыс емес, бәрін біріктіріп көрсету керек. Бір жерде деймді, сен оның ішіне тағы қазақтың бүгін өздеріңіз көрдіңіздер, келген қонақтарымыз қаншама қазақтың дәм татқан деймді біріктіріп. Мына мұқаныңыз былай қарасаңыз, құртан дуайын деген несі ресторан дейді. Сол жаңа Өскеменде бар, ол керемет 7 шақты қазақтың көне заманнан келе жатқан тағамы жаңғыртып отыр. Соны осы жерге және деймді осындай фестивальда таратып, насихаттап, төгітіп, басқа халықтарға көрсету керек. Әйтсек, көбінесе ойлайды да, қазақтарда сол тек қана ет қана бар, бешбармақ қана бар. Бүгін дастарханымызда өздеріңіз көрдіңіздер, қаншама тағамдар бар екен.